Сәлем достар, бүгін сіздерге көкөніс бұқтырмасын көрсеткім келіп тұр. Дәрумендерге өте бай, өте пайдалы тағам. Жаз мезгілінде көп жеген пайдалы. Достар, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар міне осылар. Егер ащы қосқыларыңыз келсе, бір дана ащы қоссаңыздар болады. Міне осылай дайындап аламыз. Бірінші пиязымызды турап аламыз. Міне осылай қатты сақтаудың қажеті жоқ. Сәбізіміз кішкенелеу болған дұрыс. Үлкен болғаннан гөрі міне осылай. Балдар бекісінде осылай өткірішті күндегі тураған дұрыс. Мен кәдінің сыртын тазаладым. Егер жас кәді болса, тазалаудың қажеті жоқ. Оны да осылай үлкен өткіріп аламыз. Мен қызанақтың бір үлкен данасын алдым. Егер 2-3 кішілеу болса, 3 помидор қосқан дұрыс. Қызанағымызды осылай ірілеу қылып турамыз. Енді табамызды қыздырып, үстіне бір шемішектей май құямыз. Оның үстіне пиязымызды салып турамыз. Жатқанымызда қатты толтырмай бір шай қасық тұз салып жібереміз. Енді үстіне сәбізімізді салып қуырамыз. Міне осылай сәбізіміз бен пиязымыз сары түсті болып қуырылғаннан соң үстіне кәдімізді болгар перецімізді салып, бетін жауып қоямыз. Болгар перецімен кәдіні салғаннан соң жайлап тегістеп бетін жауып бұқтырып қоямыз. Бес минуттан соң қақпағын ашып, осылай бір араластырамыз. Міне бұқтырылған көкөнісіміз. Енді осының үстіне помидорымызды саламыз. Помидорымызды салып, үстін қақпақпен жауып бұқтырып қоямыз. Дайын болған кезінде барып дәмдеуіштерімізді қосамыз. Бұқтырылған көкөнісімнің үстіне кориандр мен қарабұрыш араластырылған дәмдеуішімнен азғана саламын. Иісі өте керемет болып тұр. Енді сарымсағымды жақсылап майдалап ұсақтап турап, аскөгімді де ұсақтап турап дайындап аламын. Міне осылай ұсақтап турағаннан соң дайын болған көкөнісімнің үстіне саламын. Бұны дайын болғаннан соң салыңыздар. Міне дайын тамағымыз. Енді араластырып осылай ыдысымызға салып бетіне аскөгімізді себеміз. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма лайк басып, көп қаралым үшін алуына